Салем достар, мен сіздерге бүгін үй жағдайында дәл осындай лағман жасауды үйрететін боламын. Видеоды соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге керек болады бұлғар қалампыры, кабачки, түріп, помидор, селдір, пияз, корейский капуста, томатный паста, жандуқ, малдың еті керек болады. Енді малдың етін әдемілеп дәл осылай жалпақ-жалпақ етіп турап аламыз. Көріп тұрғаныңыздай жұп-жұқа жалпақ-жалпақ болуы керек. Етімізді турап алдық, енді пиязымызды жақсылап турап аламыз. Пиязды да дәл осындай жалпақ-жалпақ етіп турап аламыз. Пиязымызды да турап алдық, енді газға қазанымызды қоямыз. Қазанымызды қыздырып алып, сұйық майымызды салып, майымызды қыздырып аламыз. Енді етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Сулары шығып, қуырылып бастағанда тұз, өзіңізге ұнайтын әртүрлі перістер, қарабұрыштар салсаңыз болады. Қуырылып жатқан етке дәл осылай салсаңыз, әдемі дәмге кіреді. Етімізге тұздары сіңіп. Енді пиязымызды салып, жақсылап тағы қуырамыз. Қазанның қапағын жауып алып, енді басқа көкөністерімізді турап аламыз. Кабачкиді дәл осылай көріп тұрғаныңыздай ірі-ірі етіп турап аламыз. Түріптің жартысын қолдандым мен, дәл осылай жалпақ-жалпақ етіп турап алдым. Корейский капустаның дәл осындай қатты жерінен қолданамыз, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді бұлғар қалампырымызды да жарты-жартыдан қолдандым мен, 4 бұрышты етіп дәл осылай турап аламыз. Помидорымызды да турап аламыз. Сіз селдір, петрушкалар қолдана аласыз. Мен селдір ғана қолдандым. Етіміз қуырылды, жақсылап араластырып алдық. Енді помидорымызды, петрушкамызды салдық. Енді бұлғар қалампырымызды, корейский капустамызды салып қуырып алдық. Артынан енді түріп пен кабачкимізді салып тағы қуырып аламыз. Дәл осылай банкаға жабылған жандо бар еді, сондайды қолдандым. Ал сіздер қайдан табамын десеңіздер, көкөніс сататын жерде сатылады. Енді томатный пастамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қазанымыздың қапағын жауып, 1-2 минуттай қуырып алдық. Енді су құямыз. Қуырып алғаннан кейін су құямыз. Көріп тұрғаныңыздай қайнап шыққаннан кейін тағы селдір, петрушка, ащы бұлғар қалампыры, сарымсақты салып тағы қайнатамыз. Менде бір сағаттай қайнады. Өзіңіздің енді қалауыңызға қарап қайната бересіз. Дәл осылай қайнап шықты. Мен лағмандың дайынын сатып алдым. Сіздер де сатып алып қолдансаңыздар болады. Енді ыстық сумен шайып алып, тарелкамызға салып аламыз. Лағманымыз пісіп шықты. Енді дастарханымызға тартамыз. Егер де сізге видео ұнаған болса, менің каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыз, және лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта менің каналымда пайдалы рецепттер көп болады. Достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыз. Рахмет сіздерге. Ал сізге сәттілік.